Араб тілінде, әріптерде жалпы бізде қарама-қайшылығы бар сипаттар бар, қарама-қайшылығы жоқ сипаттар бар. Қарама-қайшылығы бар сипаттар бірінші бізде хамс пен жахр болып келеді. Яғни жахр әріпте бізде 19, хамс әріпте 10 әріп болып келеді. Енді оны түсіндіріп кетейік. Хамс деген не ол жалпы? Хамс ол қос ішек ашылып дірілдемеу, әрі көп демнің шығу нәтижесіне жасырын дыбысталу болып табылады. Яғни көп ауа шығару нәтижесіне шығатын әріптер. Мысалы, біз егерде оқитын болсақ, бисмилля дейтін болсақ, бисмилля, ол қате болады. Яғни нақты дыбысты біз әріптің, яғни ақысын бере алмаймыз, егер хамсты қолданбайтын болсақ. Бисмилля, ол қате. Бисмилля, бис. Не істеп жатырмыз? Бис деген кезде, яғни көп ауа шығарып жатырық. Қалай оны түсінеміз? Яғни біз қолын ұстап көрсек болады, одан кейін бізде тамақ не істейді? Тамақ дірілдемейді. Себебі ол хамс, ол жария емес. Бис немесе әш, әф, әш. Барлық әріпті осылай тексерсеңіз, үйренсеңіз болады. Одан кейін екінші бізде сипат жахр болып келеді. Жахр ол жария. Яғни қалай жария? Тамағын ұстаған кезде біз не істейміз? Тамақ дірілдейді ол кезде. Әл, әз, әл, әр. Одан кейін ол қалай жария болады? Ол яғни қос ішек жабылып дірілдеу, әрі көп демнің шықпау нәтижесіне анық дыбысталу болып табылады. Енді қарайтын болсаңыз, мысалы қараңыз, мына жерде не болып жатыр бізде? Қос ішек не істеп жатыр? Жабық тұр деген нәрсе. Хамсте не болды? Ашылады, автоматически ашылады. Себебі ол хамс, ол жасырын дыбыс болып келеді. Яғни егер біз мына хамс пен жахрмен Құранды оқитын болсаңыз, онда Құраныңыз одан да әдемі болады. Мысалы, Аср сүресінде бірінші аятында уәл аср дейтін болсақ, ол қате болады. Уәл ас. Не істедік біз? Яғни дем шығардық. Сол үшін біз сол кезде тек біз дыбыстың, әріптің ақысын бере аламыз.